Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін осында красный бархат пирожныйын жасайтын боламыз. Менің каналымда тағы пайдалы рецепттер бар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді бірінші болып көресіздер. Бізге керек ингредиенттің барлығын описанияға қалдырып кетемін. Менде бір жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, бір миксерлейтін боламыз қанты ерігенше. Қанты еріп болған соң, осындай сұйық майымызды, айранымызды бөлме температурасында тұрған барлығын тағы бір миксерлеп аламыз. Сосын ұнымызға разрыхлительді араластырып, ұнымыздың барлығын салып, осында менде краситель жидкий бір шай қасық қосып, барлығын миксердің көмегімен араластырамыз. Лопатаның көмегімен шет-шеттерін жинап, тағы да бір миксерлеп жібереміз. Осы уақытта біз пешімізді қосып қоямыз. Алдын ала 180 градуста 10-15 минутта пісіп қалады. Осында кондитерлік мешокқа салып, домалақ пішін жасайтын боламыз. Барлығын жасап болған соң, қызып тұрған пешке 10-15 минут пісіреміз. Кремі менде 100 грамм творожный сырмен 70 грамм сахарный пудраны екеуін бірінші алдын ала миксерлеп аламыз. Миксерлеп дайындап болған соң, салқын сливкиімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Өзін формасы ұстағанша көп миксерлесеңіздер, іріп кетуі мүмкін. Печеньелерімізді осындай жұп-жұбымен алдын ала дайындап аламыз да, кондитерлік мешокқа салынған кремді жағып, әсемдейтін боламыз. Осымен біздің пирожныйымыз дайын болды. Жасалу жолы оңай, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді, мастер-класстарымды өткізіп алмас үшін.